Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өріктен варенье әзірлейміз. Вареньеміз өте тәтті, әрі өріктеріміз дана-дана езілмей шығады. Ең алдымен өріктерімізді алып, үстіне суымызды құйып, өріктеріміз тап-таза болғанша жақсылап жуып аламыз. Өріктерімізді тазалап жуып алдым. Енді өріктерімізді алып, ортасындағы тәшегін, дәнегін алып тастаймыз. Осылай пышағымызбен ортасын бөліп алып, өріктеріміздің ортасындағы дәнегін, тәшегін алып тастадым. Осылай барлық өріктеріміздің пышағымызбен ортасын бөліп алып, ортасындағы дәнегін, тәшегін алып тастадым. Енді кеңдеу ыдысымызды алып, ыдысымызға дәнегін алып тастаған өріктерімізді салып алып, үстінен шекерімізді қосамыз. Менде 2 килограмм өрікке 2 килограмм шекер қостым. Осылай шекерімізді салып, өрігімізге бетін жауып, ыдысымыздың суы шыққанша қойып қоямыз. Менде 4 сағаттан кейін, 4-5 сағаттан кейін суы шықты. Осылай суы шыққасын астына отқа қойып 5 минут қайнатып аламыз. Осылай көбігі шығады. Ең бірінші қайнатқанымызда көбігі шыққанда көбігін алып тастадым. Осылай көбігін алып тастап 5 минут қайнатып алдым. Қайнатып алғасын газдың астын өшіріп, суытуға қойып қоямыз вареньемізді. Толықтай суығасын барып, екінші мәрте вареньемізді тағы да қайнатамыз. Екінші мәрте қайнатқанда да 5 минут қайнатамыз. Осылай 5 минут қайнатып, суытуға қойып қоямыз. Банкаларымызды тап-таза жуып алдым. Екінші мәрте қайнатқасын тағы да суытуға қойып қойдым. Суығасын толықтай суыды. Толықтай суығасын қайтадан отқа қоямыз. Үшінші мәрте қайнатқанда да 5 минут қайнатып алдым. Банкаларымызды осылай парлап жатырмын, булап. Осылай вареньеміз қайнап жатыр. 5 минут қайнағасын, вареньеміз дайын. Енді булап тазалап алған банкаларымызға вареньелерімізді құйып аламыз. Осылай вареньеміз, өріктерімізді дана-дана әдемі болып шыққан. Осылай банкаларымызға вареньемізді құйып алдым. Міндетті түрде вареньемізді осылай жасап көріңіздер. Вареньелеріңіз өте тәтті, әрі өріктеріміз дана-дана болып шығады. Дайындап алған вареньелерімізді банкаларымызға құйып алдым. Менде 2,5 литр варенье шықты. Осылай құйып алдық. Енді бетіне жабатын крышкамызды осылай ыдысымызға крышкамызды салып, ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, 1-2-3 минут қойып аламыз. Осылай банкімізге жауып, крышкамызды закрывашкамызбен банкымызды жауып аламыз. Банка жауатымызбен. Осылай жауып алдым. Осымен кереметтей вареньеміз дайын, өріктеріміз дана-дана болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.